Астана қаласында қазақтың ұлттық сусыны қымызды дәріптеуге арналған Балқымыз 2026 халықаралық гастрофестивалі ұйымдастырылады. Іс-шара 11-12 шілде күндері Қазанат ипподромында өтпек. Ұйымдастырушылардың мәліметінше фестивальдің басты мақсаты қымыз мәдениетін халықаралық деңгейде насихаттап, ұлттық тағам дәстүрін жаңғырту және жылқы шаруашылығының дамуына серпін беру. Фестиваль аясында ең үздік қымыз байқауы өткізіліп, жеңімпаздарға қомақты жүлде қоры қарастырылған. Сонымен қатар келушілер жылқы тұқымдарының көрмесін тамашалап, қолөнер шеберлерінің жұмыстарымен таныса алады. Бағдарламада ұлттық спорт түрлері, шеберлік сабақтары және мәдени көркем қойылымдар да қамтылған. Сондай-ақ қонақтар қазақ эстрада жұлдыздарының концертін тамашалауға да мүмкіндік алды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл фестиваль қымызды тек дәстүрлі сусын ретінде ғана емес, ұлттық бренд ретінде танытуға бағытталған маңызды халықаралық алаң болмақ. Қазақстаннан бір топ жас халықаралық Voice Up инклюзивті лагеріне қатысып жатыр. Шара жастардың инклюзивті ортаға өзара түсіністігін арттырып, тәжірибе алмасуына мүмкіндік беруді көздейді. Лагерь барысында қатысушылар әртүрлі елдерден келген жастармен бірге әлеуметтік жобаларға қатысып, инклюзия тақырыбындағы тренингтер мен пікірталастарға атсалысады. Бағдарлама аясында командалық жұмыстар мен мәдениетаралық байланыстарды нығайтатын түрлі форматтағы кездесулер ұйымдастырылған. Мұндай халықаралық бастамалар жастардың әлеуметтік белсенділігін арттырып қана қоймай, қоғамдағы әртүрлілікке құрметпен қарау мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, Voice Up лагері ерекше қажеттілігі бар және барша жастың тең мүмкіндігін насихаттайтын маңызды алаңдардың бірі. Талдықорған қаласында қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі, мемлекет және қоғам қайраткері Сәкен Сейфуллиннің жеке заттары мен сирек мұралары көрмеге қойылды. Көшпелі көрме Жетісу облыстық тарихи-өлкетану музейінің ұйымдастыруымен өтіп жатыр. Экспозиция аясында Сәкен Сейфуллиннің фотосуреттері және архивтік құжаттары жұрт назарына ұсынылған. Көрменің басты ерекшелігі мұндай материалдардың Талдықорғанда алғаш рет көрсетіліп отырғаны. Мамандардың айтуынша, бұл бастама ұлы тұлғаның мұрасын кеңінен танытып, жас ұрпаққа тарихи рухани құндылықтарды дәріптеуге бағытталған. Көрме қала тұрғындары мен қонақтарының қызығушылығын тудырып, ұлт руханиятына қатысты тың деректермен танысуға мүмкіндік беріп отыр. Қазақстанда өңірлердің шығармашылық әлеуетін дамытуға және жергілікті брендтердің кеңінен танытуға арналған креатив аймақ жобасы іске қосылды. Креативті индустрияларды дамыту қоры қол алған бастама аясында өңірлік мәдени жобаларды қолдау, жергілікті өндірушілердің өнімдерін насихаттау және шығармашылық саланы жаңа деңгейге көтеру көзделген. Жоба шеңберінде көрмелер, шеберлік сабақтары, мәдени бағдарламалар және түрлі таныстырылымдар ұйымдастырылды. Ауқымды бастаманың алғашқы кезеңі Ақмола облысында өтеді. 11-14 маусым аралығында креативті индустрияларды дамыту қорының алаңында жергілікті өндірушілер мен авторлық жобалардың қатысуымен арнайы жәрмеңке ұйымдастырылмақ. Іс-шара барысында келушілер өңір шеберлерінің бұйымдарымен танысып қана қоймай, бірегей өнімдерді тікелей сатып алу мүмкіндігіне ие болды. Жоба өңірлердегі шығармашылық индустрияны жандандырып, жергілікті брендтердің нарықтағы орнын нығайтуға бағытталған.